Стройкада бір тәжіктің басына кірпіш түсіп, өліп қалады. Ментер не болды десе, ешкім жауап бере алмайды. Өйткені орысша ешкім білмейді. Арасынан бір қырғыз шығады да айтады: короче, Тәжібай здесь был, кирпич там был. Когда кирпич здесь был, Тәжібай пиздец. Екі әйел Алакөлге барыпты. Содан суға шомылып, батпақ түсіп, рахаттанып, демалып қайтып бара жатып, айтады дейді: байдан көрмеген рахатты лайдан көрдік қой, деп. Күйеуі мен әйелі үйде шай ішіп отырса, столдың үстіндегі телефонға сообщение келіпті. Күйеуі дереу телефонды алып, жуынатын бөлмеге кіріп кетеді де, сода ағызып қойыпты. Әлгі телефондағы сообщениені ашып қараса: жаным, ертең тағы да кездесеміз бе, сағынып кеттім, деп жазып жіберіпті. Дереу өшіріп тастап, голосовойды басып, өзім хабарласамын, үйдемін, деп жауап жіберіпті. Не керек, жуынатын бөлмеден шықса, алдында екі қолын беліне таяп, әйелі тұр екен. Ия, не болды? Аяқ астынан ваннаға кіріп, ұзақ болдың ғой, депті күйеуіне. Не бопты? Түсімді жудым, депті күйеуі. Сол кезде әйелі: маған десең басыңды жумайсың ба? Менің телефонымды алып кеткенің не? Депті. Бір студент жігіт көшеде келе жатып, басы айналып құлап қалады. Қасына бір келіншек келіп, айналасындағыларға: су әкеліңдер, дейді. Сонда ақырын есін жинай бастаған студент әлгі келіншекке: аналарға сумен қоса нанға май жағып ала келіңдер деп айта салыңызшы, дейді сыбырлап. Ауруханада мейірбике науқастың қасына келіп: ояныңыз деймін. Оянсаңызшы енді. Науқас оянады. Не болып қалды? Мен сізге ұйықтататын дәрі алып келдім. Бір жігіт сыған қызға ғашық болып, оған: менің аяулы жарым болшы, депті. Қыз: мен тек анамның айтқанымен жүремін. Базардың алдында қайыр тілеп отыратын анамнан сұраңыз, депті. Жігіт қыздың анасына барып, бәрін айтыпты. Қыздың анасы: менің сынағымнан өтсең, қыз сенікі. Менің сынағым бойынша 7 күн сен мына менің орнымда қайыр тілеп отырасың, депті. 7 күннен кейін қыздың анасы жігітке келіп: жарайсың, сынақтан өттің, қызымды беремін, десе, жігіт: қызың да өзің де құрып кет, мына жерде ешкімге бермеймін, депті. Мектептің тұсынан өтіп бара жатқан әкесі жанындағы баласына: сен осы мектепте оқисың ғой, иә? дейді. Иә, дейді баласы. Осыдан 20 жыл бұрын мен де осы мектепте оқығанмын. Онда директордың маған кеше неге олай дегенін енді ұқтым. Директор не деді? Дәл сендей топасты көргеніме 20 жыл болды, деді. Филология факультетінің 3-ші курсында оқитын спорт шебері емтихан тапсырып отырса керек. Айналайын, ең болмаса қарапайым сұраққа жауап берші. Лев Толстой деген классикті білесің бе? Ағайоу, мен классикамен емес, еркін күреспен айналысамын ғой. Аң патшасы арыстан: кім менің жеріме тышады, соны өлтірем, депті. Содан бір күні біреу тышып кетіпті. Ашуланған арыстан барлық аңдарды жинап: кім тышқан, деп айқайлапты. Ешкім үндемейді. Бір кезде тышқанның баласы жүгіріп келіп: мен тышқан, әкем тышқан, шешем тышқан, депті.